Болған оқиғаның ізімен бір әңгіме айтып берейін. 60-шы жылдары, 1960 жылы біздің ауылда бір апай бала көтеріпті. 60-шы жылдар көп адам көтерді ғой, именно сол кісінің қызық болғанда. Бала көтергенде жерік болған кезде смола жегісі келген ғой. Қарасай, не болса соны жіберетін болып тұр ғой. Мысалы, холодильникте балығың толып тұрады, көшеден біреудің зорға дегенде аулап әкелген балығын жегісі келіп кететін әйелдер бар. Беру керек та сол кезде. Сонда ауылдың бүкіл әйелі айтты, әй, смола же деген ғой. Жеріңді қандырып ал. Жеп алсай, не істеп тұрсың деген апа жемепті. Кір ол, шаң, лас, мен желкенем деп жемеген. Сөйтіп не істейді? Бала дүниеге келеді, оқиды, жұмыс істейді, үлкен жерде бастық болады. Сөйтіп үкіметтің сал деп берген асфальтын салмай, жек қойған ғой ана бала. Көрдіңіздер ме? Жерігіне қанбаған балдар дейді да ондайларды. Екі ортада бала кетіп қалыпты уже.